Сәлем баршаңызға, бүгін біз сіздермен үй жағдайында тез әрі оңай кекс жасаймыз. Бізге керегі жұмыртқа, сүт, қант, разрыхитель және де ұн. Бірінші 4 жұмыртқа керек. Жұмыртқамызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Енді бұның үстіне қантты салып, жақсылап араластырамыз. Мінекей жақсылап араластырып алғаннан кейін сұйық майымызды қосамыз. Сүт қосамыз. Тағы да жақсылап араластырамыз. Қантымыз жақсылап еріді. Мінекей осындай сұйық шықты бізде. Бұны қою ету үшін енді қазір ұнмен разрыхительді қосатын боламыз. Дайын болған сұйықтықтың үстіне ұнымызды аз-аздан қосып отырамыз. Бұны міндетті түрде елегіштен өткізу керек. Менде елегіштен өткізілген. Дайын болған ұнымызды араластырып отырамыз аз-аздан. Біркелкі қоймалығын жасайтын боламыз. Мінекей мынандай разрыхитель қосатын боламыз, яғни қопсытқыш. Бұны да аз-аздан қосып отырамыз. Қоюлана бастады. Бұл арнайы осындай кекс, торттарға, пирогтарға арналған қопсытқыш, яғни разрыхитель. Ұнмен бірге араластырып салып отырамыз.
Мінекей осындай қою қоймалжың дайын болды. Қазір осыны арнайы өзінің кекстің ыдысына салатын боламыз. Алдымен листімізді кішкене майлап аламыз. Одан кейін мінекей кекске арналған арнайы осындай ыдыстарға салатын боламыз. Жабысып қалмау үшін бұлардың да ішін кішкене майлап жіберетін боламыз. Дайын болған қоймалжыңды қазір ішіне салатын боламыз. Жартылай саламыз, өйткені піскен кезде көтеріледі. Сол кезде жарылып кетпеу үшін. Мінекей дайын кексімізді әсел пешке салып алатын боламыз. Яғни 10-15 минутқа қызарғанша қарап тұрамыз. Сосын зубочисткамен шұқып піскеннен кейін алатын боламыз. Мінекей достар, кексіміз дайын. Каналдың дамуына үлестеріңізді қосып, 1000 подписчик болуға атсалысыңыздар. Видеомыз ұнаса лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Келесі видеода кездескенше сау саламат болыңыздар. Көп рахмет.